Қайырлы күн достар, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге ауызашарға осындай жеңіл десерт дайындап көрсетемін. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Жақсылап жуылған королевский құрманы осылай пышақпен жартылай кесеміз де ішіндегі сүйегін алып тастаймыз. Және құрманың түбіндегі қатты дөңгелек жерінде алып тастаймыз. Енді оның ішіне кондитерский мешокқа құйылған осындай арахисовый пастаны осылай арасына саламыз. Мендегі арахисовый паста сәл тұздалған, қатты тәтті емес. Арахисовый пастаны осылай ішіне салып болғаннан соң, осындай Қазақстан шоколадын су мұншасында ертіп алдым. Микроволновкада балқытып алсаңыздар да болады. Начинкасы бар құрмаға осылай таяқшаны тығып қойдым. Шоколадқа малған кезде ыңғайлы болуы үшін. Еріген шоколадты осындай жалпақ емес, осындай ұзынша ыдысқа саламыз, өйткені малғанға ыңғайлы болу керек. Таяқшаны осылай малып, пергамент төселген ыдысымызға қоямыз. Енді бұл жерде таяқшамен қалдыра берсеңіздер де болады, немесе осылай таяқшасын алып тастасаңыздар да болады, өз еріктеріңізде. Осылай еріген шоколадқа маламыз, тез-тез маламыз, шоколад қатып қалмау керек. Мысалы, мен мына батырған құрманы таяқшасымен қойып қоямын. Еріген шоколадқа бәрін малып алғаннан соң, осылай миндальный лепестки септім. Және кейбіреуіне вафельный крошка және фисташка ұнын себеледім. Жаңғақ сепсеңіздер де болады. Енді тоңазытқышқа жарты сағатқа 40 минутқа шоколады қатқанша қойып аламыз. Мінекей біздің десертіміз дайын. Жасалу жолы да қиын емес. Видеоны достарыңызға поделиться етіп, қолдап қойыңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше.